name is Dennis Harrell. I grew up in San Francisco, California. Менің атым Денис Харрелл. Сан-Францискода туылдым. Балалық шағым қиындықты өтті. Отбасылық жағдайымыз өте ауыр еді. Тоңастқыш 2-3 апта қатарынан бос тұратын. Онда мен 11-12 жастамын. Өзімнен кіші 2 інім бар. Bir gün әдеттегідей қарным аштықтан бұратылып ояндым. Ас үйде түк жоқ. Жоқ, мынау жарамайды дедім. Сөйтіп орталыққа келдім. Үлкен бір дүкеннен зат ұрладым. Өсе келе қылмыс әлеміне қалай кіріп кеткенімді байқамай қалдым. 20-ға жақындаған кезімде кісі тонай бастадым. Сосын одан да көбірек ақша табу үшін есірткі саудасымен айналыстым. Біздің бандамыз DJF3,5 деп аталатын. Біздің саудамыз жақсы жүрді. Кәдімгідей есірткі империясына айнала бастадық. Мұны жергілікті қылмыс авторитеттері көре алмады. Қылмыстық топтар арасында күнде атыс болатын. Мен өзімде талай жараландым. Мысалы, мына жерімді ұстасаңыз, сүйек жоқ, үңірейіп тұр. Осының бәрі төбелеспен атыстың іздері. Марихуананы күнде тартатынмын. Аптасына 1 рет кокаинға отырдым. Оның бір себебі Аль Пачино ойнайтын тыртық беткен осында бас кейіпкер кокаин шеген, және сонысымен нағыз еркек сияқты көрінеді. Ал енді арақта суша сіңіріп жүрдім. Жоғарыда Денис өзінің қылмыс әлеміне қалай еніп кеткенін әңгімелеген болатын. Денис әңгіме ауанын өзінің қалай жаратушыны іздей бастағанына бұрды. Мені Құдай тақырыбы бұрыннан ойландырады. Қылмыс әлем қажытқан кезде қайтадан Құдайды іздей бастадым. Біз жүретін ауданда бір мешіт бар еді. Оның не екенін білмейтінмін де. Bir күні көшеде бір ескі танысым кездесіп қалды. Өзінің ислам қабылдағанын айтып, мені алғаш рет мешітке сол ертіп кірді. Менің істегенімді істе деп қол аяғын, бет аузын жуа бастады. Мен көргенімді қайталап жатым. Ей, Кевин, біз не істеп жатырмыз деп сұрадым. Мұны дәрет алу деп айтады деді. Дәрет алған кезде кіші күнәларың шайылып кетеді. Ал сосын намазға тұрсаң, үлкен күнәларыңды кешіріледі деді. Вау дедім. Менің күнәларым өте көп. Мұхиттың суындай ғой. Ол айтты, егер мұсылман болсаң, бұрынғы күнәларыңның бәрі жойылып кетеді деді. Рас айтасың ба? Иә, қабылдайсың ба деп сұрады. Жоқ, әлі дайын емеспін дедім. Бірінші рет мешітке кіріп, сонда ислам жайлы естідім дедім ғой. Бірақ бірден дінге бет бұрып кете қоймадым. 96 жылы қызым дүниеге келді. Көбірек ақша табу керек болды. Оның үстіне жауларым да көбейді. Жақсырақ қару сатып алу қажет. Сонымен банк тонауға бел будық. Түрмеден шығып келген бір досым қалай жасау керек екенін үйретті. Сонымен бір банкты тонадық. Сосын тағы біреуін. Ол кездерде мені қандай қылмыстан болсын тоқтату қиын еді. Ұрлау, тонау, төбелес, атыс. Сұмдық, көп ақша жасаған шығарсыз. Ақшам да көп болды, бірақ берекесі болмады. Есірткі сатып аласың, іс жасыру үшін көлік ауыстыруың керек. Күнде атыс, шабыс, полициядан қашу, жасырынып жүру. Ақша қалай келді, солай кетті.
Ақыр банктан осыны есталдым. Сол үшін 1996 жылдың мамыр айында 6 жылға сотталдым. Түрмеде жүріп сондағы жігіттерден ислам туралы тағы естідім. Олар маған түсіндіре бастады. Біз бір Аллаға ғана құлшылық қыламыз. Біз Иисусқа сенеміз, бірақ сиынбаймыз деді. Сосын Құраннан Мәриям сүресін көрсетті. Мәриям деген кім деп сұрадым. Ол Исаның анасы. Ол сендердің кітаптарында қайдан жүр? Өйткені бұл кітапты Алла түсірген. Інжілді, Тәуратта, Құранда Алладан келген кітаптар деп түсіндірді. Бір күні камераға кіріп қалсам, кітаптар тұр екен. Арасында Құранның ағылшынша аудармасы да тұр. Аштым. Аса қамқор, ерекше мейірімді Алланың атымен деп басталыпты. Ары қарай басымды ала алмай қалдым. Біраз оқып барып тоқтағанда басым білімге толып кеткендей болды. Түрмеден шығып келгеннен кейін, дәл осы мешітте тілімді калимаға келтіріп, мұсылман болдым. Рамазанға бір күн қалған уақыт еді. Мешітте жамағат толып отырған. Бәрі Аллаху әкбар, әлхамдулиллах деп айғайлады. Мен толқып кеттім. Ортаға шықтым. Шахада айттым. Алладан басқа құдай жоқ, Мұхаммед оның құлы және елшісі. Өзімнің жаман әдеттерімнен бірден құтыла алмадым. Арақ ішуімді тоқтатпадым. Ораза ұстамадым, намаз оқымадым. Бір жыл өтті. Келесі Рамазан келді. Мұсылман достарым айтты. Болды, Рамазан келді. Жаман істеріңді таста, ораза ұста деді. Болды, қоям дедім. Бірақ Рамазан кезінде қайтадан арақ ішіп алдым. Онымен қоймай, мас күйімде рөлге отырдым. Бұл жол сот мені аяған жоқ. 11 жылға бірақ соттады. Қателігімді де сонда бірақ түсіндім. Құдай бар екенін шын сезіндім. Ендігі ішпеуге, шекпеуге өз-өзіме уәде бердім. Түрмеде кездескен бірінші мұсылманға, мен мұсылманмын, бірақ мен оның шарттары туралы ештеңе білмеймін. Мен Рамазан айында күнәдан тыйылмағаным үшін осы үйге түстім. Маған көмек керек дедім. Ол, мен саған көмектесем деді. Сөйтіп бір құшақ кітап берді. Мен алдым да оқи бердім. Түрмеде намаз бастадым. 10 жыл күніне 5 уақыт намазымды үзбей оқыдым. Шығатын мерзім жақындағанда сот болды. Екінші рет қылмыс жасағаным үшін мені тағы 3 жыл түрмеде ұстайтындарын айтты. Шошып кеттім. Мұнда қалғым келмейді. Мен отбасыма оралуды ойлап, тоқтаусыз дұға жасадым. Дүйсенбі күні соңғы сотқа баруымыз керек. Оған дейін 3 күн бар. Бірақ мені жұма күні сотқа қайта шақырды. Тағы не бүлдірдім деп ойладым. Жүрек тарсылдап кеткен. Сотқа бардық. Онда менің фамилиям жоқ. Сосын Окландтың сотына жіберді. Тағы бір қылмыс мойныма ілінгелі тұрғанын түсіндім. Окланд сотында алдымнан адвокатым шықты да, саған жақсы жаңалығым бар деді. Иә,
And Allahu Akbar. He said, "You going home." Сен үйге қайтасың деді. I went home that night. Сол күні күн ұясына батып бара жатқанда мен түрмеден босап шықтым. First thing I said was, Шыға сала айтқан сөзім, мешіт қайда болды? didn't no one know where the masjid was. Ешкім білмейді. Сосын тура түрменің алдында намаз оқыдым. After that, I gave Сосын ол маңайдағы бір қайыршыға $3 бердім. Метроға мініп, осында келдім. Мұнда да кездескен бір әйелге $2 бердім. Қалтамда тамақ алатын ақшам қалмады. Мешітте керісінше басқа бір кісі маған ақша берді. Later on that night, I seen my daughter. Сол күні түнде отбасыммен қауыштым. Seen my only child after. Жалғыз қызымды 16 жылдан кейін көрдім. Ол бір апта тоқтамай жылады. Without stopping. And I told her what led to that. I said, Мен айттым, мен 10 жыл Құдайдан сұрадым. 10 жыл күніне 5 рет құлшылық қылдым. Әр намаз сайын Алладан саған қайтаруын сұрадым. Міне қайтарды. And he did. No, I'm back home. No, it could have been worse for me. I could have been still up in there. Менің сонда қалуым мүмкін еді. Өлтіріп кетуім мүмкін еді. Жоқ. Алла маған осы күнді көруді бұйырыпты. So I could be with my family, so I could start a new life as a Muslim. And it's beautiful. Деннистің әңгімесі де соңына таяды. Аяқсыз қалған орта білімін түрмеде тәмамдаған 40-тағы жігіт ағасы қазір колледжде бизнес саласы бойынша білім алып жатыр. Шынында да оның өмірі енді басталғандай. Мен бәрін түсіндім. Алла бәрін көріп тұр. Барлық ісіміз жазылып жатыр. Алла бізге бір рет мүмкіндік берді. Оны тағы қайталасаң, бітті шаруаң. Осыны ойлағанда, маған арақты бір жола қойып кету қиын болған жоқ. Ислам мені күшейтті. Мен темекі тартпаймын, арақ ішпеймін, біреуге қиянат қылмаймын. Ислам маған сабырды үйретті. Қалтамда түгім қалмаса да теріс жолға бармаймын. Сабыр етемін, асықпаймын. Сабырмен бәріне жетуге болады. Басқаларға не айтар едіңіз десең, түсімде көрген мына жайтты айтар едім. Түрмедегі кезімде түсімде бір кісі келді де, намазды тоқтатпа, ол сөзсіз пайда береді деді.